Саламатсыңдар ма? Бүгін математика сабағының 107-ші сабақ пайыздар тақырыбын жалғастырамыз. Тақырыптағы барлық есепті талдап шығарамыз. Сабақты соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма: диаграмманы қара, сұрақтарға жауап бер дейді. Тұрмыстық қалдықтан қанша пайызы өңдеуге жарамды? Мұнда суретте тұрмыстық қалдық берілген, оның 60 және 40% болып екіге бөлініп тұр. Бізде жасылмен белгіленген және де мынадай белгісі бар. Бізге білдіреді, тұрмыстық қалдықтың 40% қайта өңдеуге жарамды екенін. Енді тақырыптағы есептерді шығармас бұрын ережемен танысып алайық. Бүтіннің 1%-ын табу үшін бүтінді теңдей 100 бөлікке бөліп, осындай бір бөлігін алу керек. Яғни, бір мысал келтіріп көрейік. 500 килограмның 1%-ын табу үшін берілген санды 100 бөлікке бөліп, бірге көбейтеміз. Сонда 500-ді 100-ге бөлсек 5, оны бірге көбейтсек 5 шығады екен. Ал бірден артық пайыздың кез келген мөлшерін табу үшін санның 100-ден 1 бөлігін тауып, қажетті пайыз мөлшеріне көбейтеді. Мысалға 500-дің 3%-ын табу үшін берілген санды 100-ге бөліп, және оны 3-ке көбейтеміз. Сонда 15-ге тең. Екінші тапсырма: сұраққа жауап бер және ойлан. Егер 1% дегеніміз санның 100-ден 1 үлесі болса, оны қалай табуға болады? 900 килограмның 1%-ын ше, 1800 теңгенің 1%-ын ше дейді. Мұнда жаңа ережеде көрсетілген әдісті пайдаланамыз. Берілген санның пайызын табу үшін сол санды 100-ге бөліп, және табатын пайызға көбейтеміз. 900 килограмның 1%-ын табу үшін 900-ді 100-ге бөліп, бірге көбейтеміз. Сонда 9 килограмм болады. Ал 1800 теңгенің 1%-ын табу үшін 1800-ді 100-ге бөліп, бірге көбейтеміз. Сонда 18 теңге екен. Ал 1%-дан көп табу үшін, мысалға 2%-ын тапсақ 900 килограмның, ол 18-ге тең. 3%-ын тапсақ 27. Дәл солай кете береді. Үшінші тапсырмада есепте 4500 килограмның 1%-ын, 5%-ын, 15%-ын, 29000 теңгенің 1%-ын, 5%-ын, 15%-ын табамыз. Мінекей, біріншісінде 4500 килограмм, оның 1%-ын табу үшін 100-ге бөліп, бірге көбейтеміз. Сонда шығады бізде 45. Кестеге жазып қоямыз. Келесі, 4500-дің 5%-ын табу үшін 100-ге бөліп, 5-ге көбейтеміз. 225 килограмм. Дәл солай қалған тапсырманың барлығын орындаймыз. Және жоғарыда берілген кестеге толтырамыз. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Төртінші тапсырма: ата-анасы Айнаға ай сайын 1200 теңге береді. Айна бұл ақшаның 10-нан 1%-ын қыздарға арналған журналға, ал 3-тен 1-ін мектеп дәмханасына жұмсайды. Ал қалған ақшаны жаңа телефон алу үшін жинайды. Айна телефон алу үшін қанша ақша қалдырып қойды? Алдымен есептің шартын жазып аламыз. Енді есепті шығарайық. Дәл алдындағы ережені пайдаланамыз. Санның пайызын табу. 10-нан 1%-ын табу үшін біз берілген санды 10-ға бөліп, бірге көбейтеміз. Сонда 120 теңге. Демек, Айна қыздарға арналған журналға 120 теңге жұмсайды. Ал 3-тен 1 бөлігін дәмханаға жұмсайды. Оны табу үшін 1200-ді 3-ге бөліп, бірге көбейтеміз. Сонда 400 теңге екен. Осы екі тапқан ақшаны қосамыз және барлық теңгеден азайтамыз. Шығады 680 теңге. Есептің жауабы: Айна телефон алу үшін 680 теңге қалдырып қояды. Бесінші тапсырма. Тапсырманы орында. Бөлшек түрінде жаз. 4 см, 14 см, 36 және 83 мм 1 дециметрдің қандай бөлігін құрайды? Бізде 1 дециметрде 10 см бар. Демек 8 см бізде 10-нан 8 дециметрге тең болады. Келесі 4 см 10-нан 4 дециметрге тең болады. 1 дециметрде 100 мм бар, ал 36 мм біз 100-ден 36 дециметрге тең болады. 83 мм 100-ден 83 дециметрге тең. Тапсырмасында керісінше бізге пайыз түрінде жазу керек.
15 мм, 45 және 75 мм 1 дециметрдің қандай бөлігін құрайды? 1 дециметрде 100 мм бар, демек 15 мм-мізді 100-ден 15 дециметрге тең деп аламыз. Ол бізде 15%-ға тең. Келесі 45 мм-міз 45%, 75 мм-міз 75%-ға тең болады. 69, 20, 50 метр квадрат бір ардың қандай бөлігін құрайды? Бізде бір ар 100 метр квадратқа тең. Ал 69 метр квадратымызды аламыз 100-ден 69 ар деп. Ол бізде 69%-ға тең болады. 20 метр квадратымыз бізде, мұнда жазамыз, 20. Келесі 50 метр квадратымыз 100-ден 50 ар, ол бізде 50%. 6-шы тапсырма қарапайым қосу, азайту, көбейту және бөлу амалына берілген есептер. Бірінші, қосындылардың мәні 6.635.495 тең болады. Келесі азайтындының мәні 21.677.105 тең. 506 мен 201-дің көбейтіндісі 112.560-ды береді. 311.742-ні 502-ге бөлсек, 621 шығады. Өз жауаптармен салыстырып көріңдер. 7-ші тапсырма. Супермаркетте бағаның 5%-ға төмендегені жарияланды. Тауарлардың құны неше теңгеге төмендейді? Сүттің 1 литрі 200 теңге. 5%-дық жеңілдікпен ол 10 теңгеге арзандайды. Яғни берілген санды 100-ге бөліп 5-ге көбейтеміз. Демек 5%-дық жеңілдікпен 10 теңге болады. Ал жаңа бағасын табу үшін сол бастапқы бағадан азайтамыз жеңілдіктің бағасын. 200-ден 10-ды азайтсақ 190 теңге. Қалған шырын, қорап, шай мен айранның бағасын дәл сол жолмен есептейміз. Тапсырма орындалды, келесі есеп. 8-ші тапсырма. Кестедегі мәліметтер мен сызбаны пайдаланып, кездесу қозғалысына және қарама-қарсы қозғалысқа есептер құрастыр. Бұл тақырыпқа берілген ережелер мен формулаларды 92-ші сабақта түсіндіргенмін. Бір қарап естеріңе түсіріп алсаңдар болады. А тапсырмасы. Кездесу қозғалысына байланысты есепті шығарайық. 220 км бөлінген сағат жылдамдықпен жүрдек пойыз қозғалады. В2 жылдамдықпен тауар таситын пойыз 65 км бөлінген сағат жылдамдықпен жолға шығады. Олардың кездесу уақыты 2 сағат. Енді бізге табу керек жүрген жолды. Алдымен жақындау жылдамдығын табамыз. Ол үшін жылдамдықтар қосылады, 285 км бөлінген сағатқа тең. Жолды есептейміз. Ол үшін S тең V көбейтілген Т, 285-ті 2-ге көбейтеміз, 570 км. Есептің жауабы 2 станцияның арасы 570 км-ге тең. Ә тапсырмасында қарама-қарсы қозғалысқа берілген есеп, мінекей сызбасы көрсетілген. Қашықтау жылдамдығын табамыз. Жылдамдықтар қосылады, 143-ге тең болады. Және уақытты табу үшін S-ті V-ға бөлеміз, 3 сағат. Есептің жауабы 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 429 км болады. 9-ші тапсырма. Есептің шартын оқы. Есепте артық мәліметтер бар ма? Қалалардың арақашықтығы 720 км. Олардан таңертеңгі сағат 8-де 2 туристер тобы бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы шығып, бір қалыпты жүріп отырады. Олар 16 күннен кейін бірінші қаладан 320 км қашықтықта кездеседі. Әрбір топ күніне қанша километр жүріп отырады? Алдымен 320-ны 16-ға бөлеміз. Бұл 20 км бөлінген күнді білдіреді. 720-дан 320-ны азайтамыз, 400 км. Бұл екінші тур тобының жүрген жолы. 400-ді 16-ға бөлеміз, 25. Бұл екінші тур тобының
жүріп өткен күні. Демек, есептің жауабы бірінші топ күніне 20 километр, ал екінші топ күніне 25 километр жүріп отырды. 10-шы тапсырма телефонды 7, 4, 9 цифрларынан тұратын кодпен бұғаттаудан шығарады. Код 900-ден үлкен жұп сан екендігі белгілі, кодты ата. Біз 7, 4, 9 цифрлары арқылы 900-ден үлкен екі сан құрастыра аламыз. Біріншісі 974, екіншісі 947. Бұл екеуінің біреуі ғана жұп сан 974 және ол 900-ден үлкен. Тапсырма орындалды, келесі есеп. Үй тапсырмасы 2000 теңгемен 3600 километрдің 1%-ін, 3%-ын, 5%-ын табамыз. Алдыңғы үшінші және жетінші есептерге ұқсас етіп орындаймыз. Санның процентін табу үшін 100-ге бөліп, табатын пайызға көбейтеміз. Мысалға, 2000 теңгенің 1%-ын табу үшін 2000-ді 100-ге бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда 20 теңге. 2000-ның 3%-ын табу үшін 2000-ді 100-ге бөліп 3-ге көбейтеміз. 60 теңге. Тақырыптағы барлық 10 есепті талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.